Бүгінгі Пикон конференциямызға қош келдіңіздер. Тағы да бір рет сіздер сәлеметсіздер ме? Ертерек кешірім сұраймын. Мен презентацияны орыс тілінде дайындап қойдым. Сіздерге қарап шабыттанып, мен де қазақша айтып көрейін деп шештім. Қателіктер болса кешіріңіздер. Менің аты жөнім Жанатқызы Аружан. Мен Сүлеймен Демирел университетінің 3-ші курс студенті болып табыламын. Қазір Speaksoft компаниясының веб-дизайнері болып табыламын. Жаңадан жұмысқа тұрған болатынмын. Және бүгін мен сіздерге осы UIX-тағы 5-7 тренд туралы айтқым келіп тұр. Барлықтарыңыз білесіздер, UIX ол әрқашан дамиды, жаңадан обновляция етіп тұрады. Және осы жылғы трендтер туралы айта кетсем, ең біріншісі ол бізде минимализм және жеңілдік. Минимализм соңғы 2 жылда негізі бұрыннан бері трендте бар. Бірақ осы жылғы минимализм мен жеңілдік туралы айта кетсем, мысалы сіздер YouTube туралы барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Behance, Dribbble сайттарын білесіздер. Бұл жерде негізі ақ түс қолданылған. Яғни үлкен осы компаниялар, олар негізі бір түсті ғана қолданады және контентті негізі центрға қояды. Себебі адам, қолданушы, юзер, оған барлығы ыңғайлы болу керек және ол информация үшін келеді. Информацияны көру үшін, а дизайн оны отвлекать етуі мүмкін. UI. Негізі көп дизайнерлар, жаңадан бастап жатқан дизайнерлар UI мен өте қатты қызығып кетеді. Неше түрлі дизайн істейді. Ол бір жағынан UX-қа да ыңғайсыз болады және ертең верстальщиктарға өте ыңғайсыз болады. Dribble'да мысалы өте көп нереальный сайттар, дизайндар өте көпті. Сосын екінші тренд ол бізде тени и градиенты. Сонымен негізі бұл да тренд бұрыннан бері бар, бірақ бұл жылы оған ауа жеңілдік және көлем қосылды. Яғни бұл жерде біз пастельді градиенттерді және жаңадан тренд 3D иконкалар барлығын бірге қосылып, минимализм түрінде жаңа трендке айналған болатын. Негізі кеңес осы трендті қолдану үшін көбінесе пастельді түстерді қолдану керек и көлеңкелер мен градиенттерді. Және осы трендтерге сәйкес өзіңіздің жұмыстарыңызды істегіңіз келсе, оны қайдан қарауға болады, қайдан информация алуға болады, инструменттер қайдан алуға болады. Яғни мысалы бұл градиенттер тренді негізі mesh gradients деп аталады және бұл жаңадан еніп жатқандықтан материалдар өте аз, ресурстар өте аз. Сол себепті осы іздеп тапқанның ішінен ең жақсысы ол библиотека mesh градиентов. Бұл Products is Graphics сайтында бар. Бұл жерде негізі сіздер Blur, Hue'ді өздеріңіз ауыстыра аласыздар және өзіңізге керек цветтерді ала аласыздар. Екіншісі ол meshgradient.com. Бұл жерде бұл генератор және конструктор. Бұл жерде сіз өзіңіздің белгілі цветтеріңізді енгізіп, дайын градиент ала аласыз. Және скевоморфизм бұл тенденция негізі дизайндағы осы тірі заттардың оған көлем және түспен көлеңке қосудың арқасында қазіргі трендке айналған болатын. Бірақ менің ойымша бұл тренд көпке шыдамайды, потому что себебі өте UI жағына әдемі болғанмен UX жағынан ыңғайсыздау. Үшінші тренд бұл 3D иконкалары және иллюстрациялар. Негізі осы 3D иконкалар қалай пайда болды? 3D қазір өте дамып келе жатыр. Оған өте көп курстар ашылуда, специалисттар көбейіп жатыр. Енді соған жаймендеп дизайнерларды өтіп, 3D иллюстрациялармен қана шектелмей, иконкаларға да көше бастады. Негізі көріп тұрғандарыңыздай 3D иконкалар бұлар өте жарық және көзге жағымды көрінеді. Және тағы бір мысал айта кетсем, барлығыңыз Apple продукциясын білесіздер, және осы соңғы macOS-тың обновлениясында біз 3D иконкаларды байқай аламыз.
Таптыңыздар ма? Мысалы, иконканы. Ең көзге қатты түсетін біреу бар. Рабочий стол? Подсказка. Я дұрыс айтасыз, уведомление. Және міне астында список. Бұл жаңадан шығып жатқан тренд болғандықтан материал өте аз. Осы жерден ең жақсы деген жиналған 3D иконкаларды табуға болады. Үшінші бұл 2D және абсурдный иллюстрация. 2D және абсурдный иллюстрациялар. Негізі иллюстрациялар барлықтарыңыз білесіздер, бұрыннан бері трендте бар. Бірақ қазір иллюстрация тым көп және бүкіл жерде бәрі қолданыла береді, қайталана береді. Жаңағы сайтта, жұмыста изюминкасы жоғалып бара жатыр, бәрі бір-біріне ұқсайды. Негізі өзін стиліне байланысты салып көргенін жақсы. Егер шықпай жатса, 2-3 иллюстрацияны алып, соның бәрін біріктіріп, бір өзінің иллюстрацияны шығарсан, ол басқа жерде жоқта, басқаларға қарағанда сен олардан қатты айырмашылықтарыңыз үлкен болады. Және негізі осы жылы 2D иллюстрациялары UI-да жақсы кездеседі, және 3D иллюстрацияларымен де жақсы сәйкестендіріледі. Және бұл ресурстар қайдан алуға болатыны. Сосын SVG және JSON анимация. Негізі осы иконкалар бұрыннан бері трендте бар, оны барлығымыз оңай қылып жасадық, цветтерін алдық, кішірейттік. Енді бұл жылы иконкалар жай ғана тұрмай, оған анимация қосатын болдық. Енді дизайнер жағына бұл шамалы қиындау болады, себебі бұл жерде код керек. Сонымен дизайнер иллюстрацияны ғана қоймай, иконканы анимировать ету керек. Бізде өте приложениялар өте аз болғандықтан, біз After Effects'қа салып, потом программистқа бере аламыз, оны істеп берсін деп. Негізі CVG мен JSON анимациялары ол өте ыңғайлы iOS-қа, Android-қа, вебта, Windows-та қолдануға. Және оның размері негізі минимальны болып келеді. Мысалы, GIF-каны қолдансақ, оның размері өте үлкен болады, көлемі. GIF-қа барат емес, оны анимацияға? Ауыр да, сайт үшін. Енді получается, анимацияны жасау үшін оны бүкіл браузерларға ыңғайлы қылып істеу керек қой. Бұл жерде программистсіз жасай алмайсың. Бұл жерде негізі дизайнер бұны істей алмайды деген сөз емес, керісінше программистпен қосылып жақсы продукт істей алады деген сөз. Негізі бұл трендті ары қарай жалғастыру үшін командный работа керек. Ол үшін продуктолог, кейін дизайнер, иллюстратор, аниматор, программист және тестировщик бәрі бірге қосылса, трендке байланысты өте керемет продукт жасай алады. Міне бұл сайттар қайдан алуға болады. Ең жақсысы ол Flow. Бұл жерде сізге коды, SVG коды бәрі шығарып береді. Келесі SVG Gutter и Loaf. 6-шы тренд бұл постельный цветтер. Негізі бұл постельный цветтер олар әрқашан көзге жағымды көрінетін және ыңғайлы болатын. Эстетика жағынан да өте әдемі көрінеді. Минимализм келгеннен бері постельный цветтер трендке тым тез айнала бастады. Және UI-ға өте ыңғайлы, керемет құрал болып табылады. Ол жеңілдікті береді және атмосфераны беріп тұрады жұмыста. Негізі постельный палитраны жасау өте оңай. Бірақ егер цветтермен қатты, цветокоррекциямен, теория цветов егер нашарлау болса, өте көп сайттар бар. Солардың бірі ол Color Hut. Бұл жерде дайын палитралар бар. Просто керек бір цветті жазсаңыз, оған ұқсас, олмен жарасатын цветтердің барлығы шығып береді. Сосын 7-ші тренд бұл кириллица шрифтары. Негізі барлықтарыңыз білесіздер, ағылшын тілінде шрифтардың түр-түрі көп, бәрі әдемі. Бірақ қазақ тілінде және кириллицада олар аз, шектеулі. Осы жылдан бастап негізі көп орыс дизайнерлары қосылып, кириллицадағы шрифтарды дамыта бастады. Соған байланысты ең атақтысы, ең ыңғайлысы ол драг пен гилроу болған. Қазір бірақ драгты көп дизайнерлер қолданып ол бүкіл жерде болғандықтан ол шамалы өзін танымалдылығын азайтып жатыр.
негізі UI трендтері айтатын болсақ, шрифттардың именно геометрический шрифттары және заголовоктарға extended шрифттарын қолданған осы жылдың тренді болып табылады. Және осы жылдағы трендте болатын шрифттардың спискі кириллицада. Және қайдан өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде мені өте атақты компаниялар шрифттарды қолданғанда заголовоктарды геометрияға ыңғайлығып, үлкен жуан ғып, юзердің көзіне түсетіндей ғып, ең маңызды информация сразу көзге түсетіндей ғып істесе, келесі оданғы H1, H3 хедерларды, кішкентай тиянақты жіңішке шрифттарды қолдануға шақырады, себебі бұл эстетика жағынан және көзге де ыңғайлы и читабельно болып табылады. Енді шрифттарды қайдан алуға болады? Негізі орыс тілінде шрифттар табу өте қиын болып табылады. Және бұл міне топ ең жақсы деген сайттар кириллицадағы ең ыңғайлы шрифттарды табуға болады. Және бәлкім единственный солардың ең жақсысы бүгінгі күндегі ол кириллицаның шрифттары осы Кириллик дизайн деген сайтта өте ыңғайлы және шрифттардың түр-түрі көп. Сонымен қорытындылай келе, осы жылы 2021 жылы 3D графика, иллюстрация, анимация, иконка, шрифтография өте трендтер болып табылады және осы UI-ға минимализм кіреді, жеңілдік және жай простота, жай дизайн көзге жағымды болып саналады. Және осы үш сайт үлгі ретінде көрсетіп кетейін, осы бүкіл трендтерге сай келетін. Бірінші ол Klarna деген сайт. Бұл жерде пастельный цветтер бар, суреттері жақсы таңдалған, минимализм стилінде және шрифттарды әдемі сай келіп тұр жұмысқа. Екіншісі ол Monobank. Бұл жерде градиент қолданылған, минимализм стилінде жасалған және иллюстрациялар, мысықтар мен иллюстрациялар кездеседі ішінде. Ұсақ жұмыстарға детальдары жақсы жасалған и анимациялары бар. Үшіншісі ол Dia. Бұл жерде градиент қолданылған, ұсақ жұмыстар, керемет жасалған минимализм және өте ыңғайлы болып табылады юзерға. Төртіншісі бұл жерде пастельный түстері қолданылған, сетап сайтында өте таза жасалған жұмыс, минимализм стилінде и қайтадан ұсақ элементтермен керемет жұмыс. Сонымен менде сұрақ бар, жаңағы кириллица бойынша ол жерде қазақ әріптері көбінесе бар ма, әлде жоққа, мүлдем жоқ болған? Негізі қазақ тілінде шрифттер өте аз. Оны іздеп табу керек. Алатын болсақ, қазақ тілінде мәтіндерге ол келмейді. 30% ғана келеді негізі. Өйткені қазір кириллицаны нетіп жатыр. Негізі ағылшын тіліне, орыс тіліне шрифттер өте аз болған. Осы жылы көбейтіп жатыр, дизайнерлар көп жұмыс істеп жатыр. Енді болашақта қазақ дизайнерлары жиналып, тоже сол қазақ тіліндегі шрифттарды дамытып алады. Бізде қазір латынша өтіп жатыр, латын әріпіне. Ол дизайнға қаншалықты әсер етеді деп ойлайсыз? Мен өзіме немесе ауырлай ма? Шрифттеріңіз проблема болып қалады сияқты? Ау? Соңғы. Шрифттер проблема болады. Мысалы, өйткені ол жерде деген әріптерді басқаша белгілейтін болып қалады. Бірақ негізі кириллицада қазақтың әріптері элементтері көп қой, кішкентай, а латиницада негізі более упрощенный, да? Өз ойым. Ағылшын тіліндегі латиница бәрі ұқсас қой, шрифттарды оған келтіру оңайырақ болатын сияқты, жеке менің ойым. Және ыңғайлы и сайтта эстетически өте әдемі көрінеді, кешіріңіз. Мысалы жаңа сіздерден градиент бар, сосын 3D анимация, тағы кейбір күрделі жұмыстар бар, солардың бәрі фронтенд разработчиктер қиын тудырады деп ойлаймын, оны қалай шешуге болады деген сияқты сұрақ. Негізі, шынымды айтсам, казахстанский рынок еще не готов к использованию анимации, 3D иконок и анимации, пока что. Просто не все понимают это, именно заказчики. Они думают, что это, перебор. Им сейчас лучше повторить то, что готовое, сделать что-то похожее. И через года 2 только они к этому придут. Но для фронтенда там ничего сложного, там готовый код есть. Просто есть такие моменты, когда ты копируешь код, ставишь, он прям не выходит. Я вас верю. Ау?